Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Еркек жегіш әйел. Хоккайдо аңызы. Ертеде алыстағы солтүстік теңізінде кілең әйелдер тіршілік ететін арал болыпты. Тулаған теңіз бетіндегі кемелер аралға тақап барса да, аралға аяқ басқан еркек атаулыны кері қайтпайды екен. Сонымен бұл әйелдердің жұмбақ аралы деп аталыпты. Эдзо өлкесінің балықшылары да, тепсе темір үзетін жігіттерді, белі бүкірейген қария да, шіркінай сол таңғажайып аралды бір көрсек деп армандапты. Бірақ ғажайып аралдың қайда екенін ешкім білмепті. Еркектер арал жайын тек ауызша әңгімелерден біледі екен. Сол аралда күндіз-түні құшағың әйелден босамайдымыз. Тұрғындары шетінен сұлу екен. Ол аралға барған жанның қайтуы қиын дейді. Бірде балық аулауға шыққан кеме қалың тұманға кез болады. Бағытынан адасқан кеме белгісіз жаққа еріксіз жүзе беріпті. Кенет жарқ еткен бір сәуле пайда болады да, теңіз бетіне ғажайып арал қалқып шыға келеді. Ау, бұл әйелдер аралы ғой. Кемедегі ерлер гүжілдесіп құрлыққа шығады. Алайда жасықтау бір жігіт серіктеріне қосылмай кемеде қалып қойған екен. Арада бірнеше күн өтіп, әлгі жігіт еліне оралады. Сұмдық үрейлі жер екен, дейді өңі боп-боз болған жігіт. Расында кілең әйелдер тіршілік етеді екен. Арасында жалмауыз кемпір де бар. Аралға барған жігіттердің бәрі мерт болды. Оларды шетінен өлтіріп жатқан кездегі дыбыстарды мына өз құлағыммен естідім. Оның сөзін тыңдап тұрған балықшылар қорқыныштан көкпен боп кетті. Жігіт әңгімесінің төркінін қарт балықшы былай деп түсіндіріпті. Мен бала кезімде атамнан арғы бабаларым айтқан хикаяларды жиі тыңдайтынмын. Солтүстік теңіздегі аралды бізге ұқсамайтын бір тайпа мекендейді екен. Аралдағы әйелдердің тістері аса өткір де, ерлерін кеміре берген соң, еркек атаулы мерт болып, өңшең әйел заты қалған көрінеді. Төңіректегі балықшылар үндеместен тұра берді. Тек бір жас жігіт мырс етіпті. Бұл жігіт жолдастарының ортасындағы ең бір ақылдысы еді. Ол бірден кемені жасақтап солтүстікке тартып кетеді. Жігіт талмастан жүзе береді. Бір уақытта болғанда ғажайып аралға да жетеді. Сол ақ екен, сұлулығы көзді қарықтырар келіншек жартас басында пайда болады да жігітті өзіне шақырады. Қара шашы әппақ тәнін жауып тобығына төгіліп тұр. Жігіт жақындай бергенде сұлу толықсыған денесін жарқ еткізді де жартас саңылауына түсіп кетеді. Жігіт алдын ала дайындап алған қайрақты саңылауға сүңгітіп жібереді. Тістің сынған дыбысы естіліп, әйелдің өкірген даусы жетеді құлаққа. Жігіт судан шыққан затты ұстап көріп еді, жүзі мұқалған екен. Әйел әлгі қайрақты кеміргенде тісі сынған екен. Жеңісіне қуанған жігіт шат көңілмен еліне оралып, балықшыларға болған жайды айтып береді. Қайрағы барлар қайрақ алып, қайрағы жоғы өзге тас құралдарды алып, ғажайып аралға барып, сұлуларды сынақтан өткізеді. Содан кейін еркектер аралға еш кедергісіз қоныстаныпты. Жапониядағы барлық аралды халық қоныстанып отырғандықтан қазір сол таңғажайып аралдың қайда екенін ешкім білмейтін көрінеді.